Кайырлы күн баршаңызга. Бүгүн эң оңай мандаринді пирог жасап көрсөтөмүн. Эң алдымен жумуртканын ак уузу менен сары уузун экиге бөлүп аламыз. Және де биринчи ак уузду көпүртөбүз. Дайындап койгон кантымыздын жартысын ак уузга, жартысын сары уузуна косамыз. Дәл осылай формасын ұстағанша аппак кылып көпүртөбүз. Енді сары уузун көпүртүп аламыз. Енді сары уузга 2 ас касык каймак косамыз. Эгер каймак таппаган жагдайда майонез коссаңыздар болот. Енді 2 түрлүү массаны бириктиремиз. Дәл видеодагыдай етип жогорудан төмөнгө карай аралаштырамыз. Унумузга 1 шай касык копсыткыч косуп, жаңагы дайындап койгон массамызга электин көмөгү менен салып, аралаштырып чыгабыз. Видеодагыдай унду 4 бөлүккө бөлүп саламыз. Барлыгын бирдей салууга болмайды. Дәл видеодагыдай жогорудан төмөнгө карай аралаштырамыз. Массамыз дайын болду. Енді мандаринди ашып, туурап аламыз. Мен 2 гана мандарин колдандым. Эгер көп болуун кааласаңыздар, өздөрүңүздүн каалоолоруңузча коссаңыздар болот. Енді табанын түбүнө осулай етип орналаштырып чыгабыз. Массамызды куюп, 200 градуста жарты саатка пешке салып аламыз. Минекей дайын болду. Енді формадан шығарып аламыз. Караңыздарчы, өтө әдемі піскен, жақсы көтерілген. Минекей биздин мандариндерimiz астында осылай төңкеремиз. Енді қазір ішін кесіп көрсететін боламын. Әсемдік үшін сахарная пудра септім. Şimdi қараңыздаршы қалай әдемі піскен. Кескен өзінде де өте нәзік, дәмі тіл үйіреді. Ауызда еритін дәм. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығына ұнайтыны сөзсіз. Және де мандаринмен дәмі керемет шыққан. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Барлығыңызға ас болсын.